Міне, құрметті көрермендер, ардақты ағайын, осымен театрымыздың 5 жылдығына арналған мерекелік концертіміз одан әрі жалғасады. Бітіп жатыр екен деп ойлап қалдыңыздар ма? Мен міне байқап отырсам, неге айттым? Біз қазір қазақ әр нәрсеге сенетін болып кеткенбіз. Әр нәрседен қорқатын болып кеткенбіз ғой. Біз бұрын қазақ ештеңеден қорықпайтын еді ғой. Бұрын қазақ үйінің айналасын қоршаса да, мал кіріп кетпесін деп бір кішкентай кәлетікмен қоршап қоятын еді. Қазір биік таспен қоршап қоятын болдық, адам кіріп кетпесін деп. Ана үйге тіпті адам түгіл кей кезде өзің кіре алмай жүресің бар ғой. Қалалық жерде кәм 3-4 кілтпен кілтейді. Ана үйдің кілтін жоғалтып алсаң, ана үйге өлсең де кіре алмайсың бар ғой. Баяғыда кілтемейді емес, кілтейсің, кілтті алып шелектен салып қоясың. Еще еске қағаз қыстырып қоясың, кілт шелектің астында деп. Мал оқи алмайды ғой жаңағы. Ештеңеден қорықпағанбыз ғой, біз ештеңеден қорықпаған. Бұрын ата-ана да ештеңеден қорықпайтын еді ғой. Балдарын уайымдап қорықпайтын еді. Бала өмірге келеді, перзентхана дайын тұрады, одан кейін садик дайын тұрады, ешқандай кезек жоқ, одан кейін мектебі дайын тұрады, ешқандай кезек жоқ. Ары қарай мектеп бітіргеннен кейін жоғары оқу орнына түсті, түспесе совхоздың жұмысы дайын тұрады, ар жағында бір келін тұрайын тұрады, өзімен өзі кете беретін. Қазір ата-ана барлығынан қорқамыз, шыны керек бар ғой. Қазір енді бар ғой. Біз қазір есік алдына өзіңнің аулаңа балаңды демалып ойнатып жіберсең, көзіңді алмайсың, өз аулаңның өзінде жүрсең. Ана бала 1 минут көрінбей қалса паника. Бала қайда? Бала қайда? Мен мындамын, алдыма тұршы деп жаңа деп өжіп жүр. Әр нәрседен қорқатын болып кеткенбіз де біз. Қазір қазақтың өз талғамы жоғары ма? Біз қазір әр нәрсеге баламызды бергіміз келмейді. Дұрыс қой, ата-ананың бір парызы баланы аяққа тұрғызу. Қазір мен сіздерге ретімен айтып берейін. Біз өз жалпы қазір балабақша іздесек те кез келген балабақшаға бермейміз. Ауқаты жақсы, кішкене жағдай жақсы. Ана Қазимадан сұрашы, солардың жағдайлары жақсы ғой. Балдары қай жерге барып жүр екен деп ана біліп аламыз. Ана апаға звондайсың, ана апамыз ана садикті мақтаған кезде, ана садикке өзің барғың келіп кетеді бар ғой. 4 мезгіл тамақтандырады, тәрбиешілері жақсы, английский бар дейді. Қазір қазаққа бір жерде английский бар десе құлағы елең ете түседі. Қазақский бар десе үйтіп қуанбаймыз, английский бар. Оны ағылшынша үйретіп қайда жіберейін деп отырғанбыз баланы. Сол садикке береміз баламызды. Одан кейін мектеп жасына келеді. Мектеп жасына келгенде, ой, ана баланы қолыңа ұстап алып, қаланың бүкіл мектебін аралап шығасың ғой кәдімгі бар. Ешқандай мектеп қазір ұнамайды ата-аналар үшін. Бүкіл мұғалім көзіне тупой болып көрініп тұрады. Жас деген секілді. Ана қасында жүрген бала емес, бір профессорды алып жүрген секілдісің бар. Повышение, квалификация қалып бара тұрған секілдісің жана. Сөйтіп әйтеуір не керек, 1 қыркүйек жақындағанда бір мектепке бересің, одан кейін мектеп бітіргенде ұбт бар. ұбт біздің қазақ үшін бір ұлы отан соғысы секілді бар ғой. Әйтеуір балы жетсе бір жоғары оқу орнына бересің, балы жетпесе платныйға түсіресің. Әйтеуір бала оқуға түссе болды, баланы содан кейін ұмытады екенбіз ары қарай. Бітті. Ата-ананың парызы осы жерден аяқталған секілді. Ұлымыз ер жетті, қызымыз бой жетті. Свободный гуляйте, давайте. Жоқ, балабақшасын таңдап бердік, мектебін таңдап бердік, жоғары оқу орнында керексең жұмысқа да орналастырып береміз. Ары қарай нағып жалғастырмаймыз деймін. Нағыз ата-ананың тәрбиелейтін шағында біз балдарымызды босатып жібереді екенбіз. Жоқ, басынан бастап кетіп, ары қарай нағып жалғастырмаймыз. Ночной клубты нағып біз таңдап бермейміз өзіміз. Бәлем бәрі сол жерде ночной клубтан мысалы. Соның ішіне кіріп келіп кәдімгідей администратор кім шақырыңдаршы давайте. Музыкаларыңды қойыңдаршы, біздің балдар өз неге билеп жатыр қазір. Ана менюді ашыңдар, не жеп жатыр біздің бала деп біз сұрамаймыз. Кіммен араласып жатыр біздің бала деп сұрамаймыз. Ең бастысын айтпайды екенбіз ғой біз баламызға. Ұлымызға келін таңдап беруге араласпаймыз, қызымызға күйеу бала таңдап беруге араласпаймыз. Қалғанын барлығына араласады екенбіз. Қазір ұл мен қызымыз таңның атысы кештің басы телефонда отырады. Не істеп отыр? Жұмыс істеп отырсың ба? Жоқ. Жігіттер қыз істеп отыр, қыздар жігіт істеп отыр. Өйткені олар ойлайды, біздің таңдауымыз осы шығар. Маған қалған таңдау осы шығар. Қыздар отырады, менің күйеуім қайда жүр екен деп. Жігіттер отырады, менің әйелім қайда көтерген деп. Сосын күндердің күнде шаңыраққа келін алып келеді. Бітті. Осы процеске араласқан жоқпыз. Барлығына өзіміз алып бердік. Осы процеске араласқан жоқпыз. Келін түсті шаңыраққа. Қазір қазақ құдасымен тойда танысып жататын. Осыған жеттік қой. Тойдың өзінде кәм құда-құдағидың атын білмей жатады кәм. Кім бар? Сұрашы құда-құдағидың аттары кім екен? Бар сұра деп. Ана жақтан біреу жүгіріп келеді. Мұрат Сәлим айтшы, аттары біртүрлі екен деп списке жазып жатады. Келіннің өзіне тос айтып тұрады. Бірінші рет көріп тұр маманың өзі. Тос айтқан кезде өлтіреміз ғой, ой, мамалар молодец қой біздің. Келінге қарап тұрып кәдімгі. Келін деп айтпаймын, қызым деп айтамын дейді. Бірінші сені мама дейін деп тұрма, соны сұрап алсайшы деймін де жаңа. Баяғыда қазақ айтатын, шаңыраққа келін келді дегенше береке келді десеңші дейді. Қазір шаңыраққа келін келді дегенше квартираның хозяйкасы келді деуге болады.
Өйткені шаңыраққа келін түседі, білмеймін қазір не екенін білмеймін, жігіттердің барлығы мамасы мен папасын көтергісі келе ма білмеймін. Мама, ештеңе істеме, отыр, келін бәрін істейді. Қозғалма, осы жерде отыр. Папаны қасына отырғызып қояды, екеуі диванда отырады. Бүкіл жұмысты келін істейді, араласпа дейді. Екеуін түрін қарасаң, бүйтіп диванда отырады. Екеуіне қарасаң, как будто ауылдан келіп оқып отырған студенттер секілді біреудің жатқан жағы. Ештеңе істеме, отыр дейді. Келіндерді айтамын да, бұрын ұрысады дейтін еді, келіндер қазір үндемей жеңеді ғой қазіргі келіндер. Ұрыспайды, үндемей жеңеді. Ол бір новый тактика. Арасында әкеміз отырып айтады жаңа, су алып келші дейді мамамызға. Мамамның кухняға кірген түрін көрсеңіздер ғой. Кірме, істеме деп әбден үйретіп тастаған ғой. Мамаң өзі тұрып, өзінің күнде барып жүрген кухнясына өзі кіре алмай. Баяғы ұл қызға араласпайықшы осы. Қазір қоғамдағы сол ғой, ажырасып кетпесін осылар. Өздерімен өздері болсыншы деп. Мамаң кірген көрсең кухняға. Су алайын деп келгем. Папаң су ішем дейді. Папаң залда отырады ғой жаңа, пленде отқан солдат секілді, мәшіп алды, су ішіп алды. Арасында папаң сұрақ қояды, келін не істеп жатыр деп. Мамамыз айтып қояды, үндеме, үндеме, бірдеңе істеп жатыр деп. Осы қазақтың түбіне жетіп жатқан осы үндеме, үндеме, айналғанда сол үндей алмай қалады да. Сосын арамызда әкеміз жібереді ғой. Сен енді анасысың ғой, барып үйретсейші енді. Келінді бірдеңе айтып тәрбиелеп жүрсейші, білмегені болса үйретіп жібер деп. Мамам орнынан тұрып барады. Қайтсын қазір, келіндер үйретіп жатырған қайдан білсін жаңағы. Келінге барып көмектескісі келіп бірдеңе айтып, келін деп айтпаймыз ғой, сол ғой. Тойда айтып қойғамыз ғой, қызым деп айтам деп жаңа. Аты жадыра болса жадыра деп те айтпайды. Жакөнай көмектесейін бе? Тіл қатпайды ғой. Сасқаннан мамамыз, жақсы мен Бәтимаға кеттім дейді. Далаға шығып қарасаң, келіннен қашып Бәтима жүгіріп кетір. Шай ішетін жер іздеп. Сосын екеуі есік алдында тұрады, қайдан барып шай ішеміз? Кімнің үйіне келін түскен жоқ жүр, сол үйден барып шай ішейік та деп жаңа. Баяғыда қазақ келін түскен үйден шай ішетін, қазір келін түспеген үйді іздеп жүреді. Баяғыда келіндер үйдің ішінде аяқтың ұшымен жүретін, қазір әке шешемізді аяқтың ұшымен жүргізіп қойдық. Қазір келін ұйықтап жатса қуанады, наоборот. Ұйықтап жатыр, үндемеңдер. Жүріңдер, бәріміз шай ішіп алайық жүр. Тұрғыз анан, тұрғыз жүр деп. Баяғыда бала ұйықтап жатыр дейтін еді, қазір келін ұйықтап жатыр дейтін заманға жеттік. Қазір білмеймін, келін бір команда, қалғандары бір команда ғой үйдің ішінде. Қалғандары үйдің ішінде спецназдар секілді. Білмеймін, сөйтіп бір ай өтеді, 2 ай өтеді, 3 ай өтеді, келін тіл қатпайды. 5 ай өткеннен кейін қазір осындайды естіп жатырмыз ғой. Папа мен мама қазір уже қол ұстасып келін балаға келетін болды деп айтып. Келін бала, біз папаң екеуміз бөлек шығайық деп едік деп. Баяғыда келін бала келетін еді, бөлек шығайық деп. Қазір ата-ана үйден қашып жатырды. Біз өзіміз енді кей кезде ойлаймын, дұрыс қой. Ата-ана баласын бақытсыз болсын деп ойламайды. Осы аналар өздері сезіп тұрады келіндерін. Осы бір қызды көреді айтады, айналайын балам, ана кімнің бәленшенің қызын алшы, осы жақсы маған келін болады десе, біз жігіттер, ой, вкусымыз Анджелина Джоли ғой шіркін ай. Ой, мама қойшы, ол Анджелина, анау деп бір кукла Барби тауып аламыз. Сосын сол мен алысасында жүресің. Әке шешеңе бірдеңе айтайын десең, өзің әке шешең, әйеліңе бірдеңе айтайын десең, балдарының шешесі. Екі ортада қазір еркектер жүреді, адвокат үйдің ішінде бәрін успокаивающий. Мама не болып қалды, мама не болып қалды? Не деп айтты жаңа, сөйтіп айтты ма саған, сөйтіп айтты ма, саған сөйтіп айтты ма, жаңа айтты ма, бетің айтты ма, не дейді, мама сөйтіп айтты ма, не? Қазір тұр. Не дейсің осы, мен мама, постоянно осы бірдеңе дейсің де жүресің. Сен айтты дейді ғой. Бірінші мама айтты, сосын сен айттың ба?
Сен айтқан жоқсың ба? Бірінші мама айтты ма? Ой, мама сен айт дейді ғой, мен вообще ештеңе деп отырған жоқпын дейді ғой. А папаға айтты сосын дейді, жақтадың ба? Әрі жүреді, бері жүреді, айналғанда қазір еркек үйден қашып жатыр. Баяғыда әйел кетіп қалды дейтін, қазір күйеу кетіп қалды дейтін заманға жетіп жатырмыз да. Мен кей кезде ойлаймын, әйел адам шаңыраққа келін болып түскен кезде ешқайсысы ойламайды, осы шаңырақты мен басқарып алайыншы, осы күйеуімнің басына шығайыншы деп. Бүкіл әйел адам шаңыраққа келін болып түскен кезде басын иіп келіп шаңыраққа кіреді. Біз еркектер өзіміз екен ғой. Өйткені бір-екі сұрақ қояды, біз жауап бермейміз, мән бермейміз, әйелімізге мән бермейміз. Бірдеңе деп еді, сенен сұрайды, басқа кімнен сұрайды, сенің патшасы көріп тұр, сенің қожайыны көріп тұр. Айтады, қай көйлегімді киіп барайын, айтшы дейді. Көтпес пе көйлегім, маған алсын, біреуін кейін алсын дейді. Не пісірейін десе, ойбай, сен не пісіре аласың деп прикол ұстап қоямыз еще. Одан кейін ол өлсе де сенен ештеңе сұрамайды, өз дегенімен кетіп қалады екен. Жоқ, қиын ба деймін да, қиын ба? Қай көйлегімді киін десе, айт, көк көйлегіңді киде. Көк көйлегіңді киде. Сенен сұрайды ғой, басқа кімнен сұрайды? Сенен сұрайды ғой, басқа ешкімнен, көшедегі адамнан сұрамайды ғой, өтіп батырған. Көйлегін киіп шығып, айтыңызшы, қонаққа кетіп батыр еді, мына көйлекті киіп барайын ба, қалай ойлайсыз деп жүр. Сенен сұрайды. Тағы келіп бір жаққа қойған, тағы бүгін немді киіп барайыншы, тағы да көк көйлегімді киіп бар деп. Сол көк көйлегің вообще шешпеші, үстіңнен бар ғой. Сол көк көйлек саған жарасады вообще, керемет жарасады. Сен вообще сол көк көйлегіңді тастама десең, әйел адамға одан асқан бақыт жоқ, күйеу комплимент айтып жатса. Не пісірейін десе, айт, тойып тұрсаң да айт, осыны пісірші де. Өйткені әйел адам мен еркектің миы ерекше орналасқан. Әйел адам ұйқыдан тұрмас бұрын, көзін ашпас бұрын, солардың проблемасы сол. Не пісірем, әбетке не пісірем, кешке не пісірем, әбетке не пісірем, кешке не пісірем, әбетке не пісірем, кешке не пісірем, кеше анам пісірем, бүгін анам пісірем, анам ұйқыдан көзін ашқанса ми ашып кетеді екен ғой солардың. Осыны пісірші, дүкенге барады, продуктысын алып кетіп, бітті, құдаға тыныш, құдаға айтыныш. Балдарымыз кей кезде келіп сұрайды, балдарымыз. Папа осылай істеп, біз айтамыз, кет шешеңнен сұрашы дейміз. Қалай шешеден сұра? Әкенің берген тәрбиесін ешбір мектеп бере алмайды. Оны шешесі де бере алмайды. Келіп сұрайма, қазір балдар бізден ештеңе сұрамайды, балдарымыз. Бәрі мамасынан сұрайды. Мама қайда барамын? Мама не істеймін? Мама не пісіресің? Мама бірдеңе, мама мынан киейін ба? Мама мынан киейін ба? Мама бүйтейін ба? Мама сөйтейін ба? Мама сөйтейін ба? Папалардан тек бір-ақ нәрсе сұрайды. Мама қайда дейді. Сонда айналғанда ертең 60-қа келген кезде вообще ана шаңыраққа керек емес болайын деп тұрсың ғой. Көбі еркектер төсін қағып жүреді ғой, мен ақша тауып жатырмын деп. Дұрыс, ақша тап, бірақ еркектің парызы тек ақша тауып емес. Әйел не істеп жатыр? Әйел қайда кетіп жатыр? Әйел не киіп жатыр? Әйел не ішіп жатыр? Ұлың не істеп жатыр? Қызың не істеп жатыр? Қандай телефонда отыр? Кіммен сөйлесіп жатыр? Телефон ұстап отырса, аш, қара, сен әкесің, имеешь право. Қазір ұл қыздарымыздың телефондағы код Пентагонның коды ондай емес бар ғой. Ашып қара, әкенің парызы ғой, үйдің ішінде қыз не істеп жатыр, ұл не істеп жатыр, әйел не істеп жатыр, соның барлығына бағыт бағдар беріп отырса дейді, сол шаңырақтың берекесі ешқашан кетпейді екен ағайын. Міне жаңа айтып жатырмын, балабақшаны таңдадық, балабақша таңдадық, мектебін таңдап бердік, университетін таңдап бердік, жоғары оқуын таңдап бердік, жұмысына да кіргізіп бердік. Бір жақында жақсы сөз естідім. Ата-ана келінді өзі таңдап берсе дейді, өз үйінде хан болып жүреді деген жақсы сөз бар. Ағайын алдыңда тұрсын бе. Мен айтып отырған әзілдердің ішінде ешқайсысын ойдан шығарып жатқам жоқ. Барлығы өзіміздің қазағымыздың бойындағы бұл ата-бабамыздан кетірген дәстүр. Ұлға келін тауып беру, қызымызға күйеу бала тауып беру. Бұл әдемі бойымызда қасиет, үлкенді құрметтеу, кішіге ізет көрсету. Осы қасиетімізден айырылмасақ, салт дәстүрімізді әрқашан ұстанып жүрсек, қазақ деген ұлт ешқашан жойылмайды.